Бәріне сәлем тапқыр достар. Білім көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сен қандай таңдау жасар едің ойынын ойнайтын боламыз. Бұл ойында сіз қалай тез арада шешім қабылдай алатындығыңызды тексеремін. Барлығы 30 таңдау жасайсыз. Таңдауыңызға 7 секунд кетеді. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Ал мен бастаймын. Қайсысын таңдайсыз? Бір тілекті дәл қазір жасау, немесе 3 тілек бірақ 10 жылдан кейін? Ұша білу, немесе уақыт тоқтата алу? Мен ұшуды таңдадым, ал сіз ше? Кез келген заттың суретін салып, шын затқа айналдыру, немесе кез келген заттың суретін өшірсең, өмірден кетіру? Тегін Макдональдс, немесе тегін көкөніс, жемістер? Макдональдс зиян екенін білетін шығарсыз, иә? Бірінші жақсы жаңалық есту, немесе бірінші жаман жаңалық есту? Мен жаман жаңалық естуді таңдадым, ал сіз ше? Бай және танымал болу, немесе бай және белгісіз болу? Бітпейтін память, немесе бітпейтін зарядка? Бітпейтін зарядка жақсырақ деп ойлаймын, ал сіз ше? Қай жерде болмасаңыз да тегін кофе, немесе тегін Wi-Fi? Киім арасынан көру, немесе адам ойын оқи алу? Кез келген затты тауып ала білу, немесе сенің саусағын тиген адам ешқашан өтірік айта алмайды? Тұзды тағам, немесе тәтті тағам? Қайсын таңдайсыз, сүт, немесе алма сусыны? Қайсын таңдайсыз, велосипед, немесе самокат? Мен велосипед таңдадым, ал сіз ше? Күлкілі болу, немесе әдемі болу? Есту қабілетін күшейте білу, немесе көру қабілетін күшейте білу? Ең жақсы денсаулық, немесе болашақты көре алу? Қайсын таңдайсыз, көлік, немесе мотоцикл?
Кайсын каалайсыз? Тек гана туган күн немесе бүкүл мереке, бирок туган күнсүз? Колдан иштелген сыйлык немесе сатып алынган сыйлык? Тегин тамак немесе тегин интернет? Өте тез болуу немесе өте мыкты болуу? Сени эч качан масат иштемейди немесе кез келген аш тагамды оңай жөө? Иттер менен сүйлөшө алуу немесе куштар менен сүйлөшө алуу? Кез келген затка адамга айнала билүү немесе адам оюн окуй алуу? Мен экинчисин тандадым, ал сизчи? Миллиардер болуу немесе инопланетяндар тууралуу бәрин билүү? Суду баскаруу немесе отту баскаруу? Суу ичинде дем ала алуу немесе көрүнбөйтүн адам болуу? Өсүмдүктү өтө тез өсүрө алуу немесе кез келген убакытта жамбыр жасатуу? Бийиктиктен секирип ооруу сезбөө немесе ок өткүзбөйтүн болуу? Арнага тиркелүү немесе лайк басуу? Экөөүн де басып бересиздер деген ойдамын.